Жай ғана жақындап, маңдайын анасының иегіне қоя бергенде, бірдеңе деп сыбырлағандай болды. Түсініксіз сөздердің ішінде Марат деген сөзді анық естігендей болды. Сөйткенше болған жоқ, анасының мұздай бетіне тиіп кетіп денесі діріде қалды. Енді бір кезде көзін жұмып қанша уақыттан бері қимылдауға шамасы келмей жатқан денесінің құрысын жазғысы келгендей керіліп барып, бүкіл денесі ұзарып кетті. Сол есіне түссе, суық жел бетке ұрып көз аштырар емес. Беті қолын суық қарып, үсіп бара жатқанына қарамастан, зыр жүгіріп інісін іздеп жүр. Басын төмен салып, жан жағын анық байқай алмай қалады кейде. Суық желден тамағы ашып, шаршағаннан жүрегі күйіп барады. Дем ала алар емес. Өзін есейіп қалдым деп санайтын Ажар інісін қатты аяйтын. Қайда жүрсе де бауыры ойынан шықпайтын. Қалай ойламасын? Жетімдікті көп көрген сол інісі ғой. Анасының көкірегін еске алмай да қалған жоқ па? Содан біраз жыл әжесінің қолында тәрбиеленді. Ол кезде де жақсы екен. Маратқа қарайтын енді сол ғой. Бірақ тағдыр оны да көп көріп, сұм ажал алып кетті. Кім білсін, сол бір құрғыр түсті болмағанда әжесі аман қалар ма еді? Оны қасындағы қыздарға жорытып несі бар? Интернатқа келген жылы еді. Түсінде демалысқа үйіне келген екен дейді. Алдынан әжесі шықты. Жүдеу. Қолында кішкене ғана қалтасы бар. Әже, қайда барасың? Дейді бұл. Талқанымның таусылып қалғанын қарашы, дейді әжесі. Талқаны несі? Дейді Ажар түсінбей. Жеп жүрген талқанымда, мына қарашы, түбінде бір уысқа жетер-жетпес қана қалыпты. Таңертең не жеймін? Базарға барып келмесем болмас. Осындай қараңғыда қайда барасыз? Қазір келемін, балам, қазір келемін. Қазір. Әжесінің алға қарай бір-екі аттай берген сол еді, сүрініп кетіп қолындағысын шашып алды. Шошып оянған Ажар түсін қасындағыларға айтқан еді. Онда әжең өледі екен, дегені бірінің. Әлгінің айтқанының дәл келгені сонша, бірер сағат өтпей ауылынан біреулер келіп алып кетті мұны. Содан бері ешқашан түс көрмесем дейді. Тіпті түс көргеннің өзінде өзгеге ешбір жортқан емес. Сол түстің кесірінен бір үйде үшеуі ғана қалды. Көпке дейін әжесі келіп қалатындай болып жүрді. Бірақ қайдан келсін? Жатар кездегі әжесінің қызық әңгімелерін ұзақ уақыт ойлап жүрді бұлар. Жарықтық түннің бір уағына дейін ұйықтамастан ертек айтып беруші еді. Бүгін айтқанын ертеңіне тағы да айтатын. Кейде бірін екіншісімен шатастырып жіберетін кездері де болатын. Ал немерелері үшін бәрібір қызық ертек болса болған. Бірде терезеден түсіп тұрған ай сәулесіне қарап жатқан Ажар әжесінен ай мен күн ұрсып қалып, күн айдың бетін тырнап алыпты. Айдың бетіндегі қарадақ содан дейді ғой, деп сұраған. Ажардың естуінше, бір кездерде аспандағы екі ару бір-бірінің сұлулығын күндеп ұрсып қалады. Сонда өзіндей сұлу болмасын деп, күн айдың бетін тырнап алып дақ салған. Жоқ, деген сонда әжесі, ай бетіндегі дақ, иығына әкпішін салып үйіне су алып бара жатқан жетім қыз. Әке-шешесінен айырылған ол бір туыстарының үйінде жүріпті. Қанша туыс болғанымен, өзінен тумаған соң кімнің жаны ашиды дейсің? Таңның атысына, күннің батысына дейін су тасытып қояды екен. Содан қызға Алла тағаланың мейірімі түсіп, оны аспанға алып кетіп, айдың бетіне апарып қойған. Жетім жесірді есіркеңдер дегеннің белгісі ол. Анықтап қараш, дәл сол қыз өзі емес пе? Бірақ жатар алдында айға көп қарауға болмайды. Әжесі бұрынғы жауап таппай қалғандағы әдетімен екінші жағына аунап түсіп, күбірлеп бірдеңелерді айтып, әруақтарына сыйынады. Бұл дегенің енді мазалауға болмайды дегеннің белгісі. Ай бетінен анықтап қараған Ажар иығына әкпішін салып алған қызды көрді. Тек қыз көйлегі мен орамалы желбіреп, оның бейнесін анық көрсетпей тұр.
Марат екеуміз жетімбіз ғой, дейтін кейде әңгіме төркіні осыған қарай ауысқанда. Айналайындарым-ау, сендерде жүрген қандай жетімдік, әкелерің бар, мен бармын, бұлай демеңдер. Біреулер естісе ұят болар, дейтін ондайда ауыр күрсініп. Мектепке барған Ажар әжесінің айтқандарының шындыққа ешбір қисыны келмейтінін түсінді. Бірақ сонда да кейін сол әңгімелер есіне түсіп, қинаған сәттерде жұлдыздардың біріне ұшып кетіп қалғысы келетін. Тек ондайда Маратты қимайды. Егер інісі болмаса, шайман-ақ ұшып кетер ме еді? Әкесін ше? Неге әкесін ұнатпайды? Кейде осы сұрақты өзіне өзі қойып көп ойланады. Бірақ жауап таба алар емес. Әйтеуір ес білгелі әке болып мұның маңдайынан бір сипаған емес. Кейбіреулер қайтсын әйелі мен шешесінің күйігінен ішіп жүрде деп қалады. Бірақ Ажар әкесінің олардың тірі кездерінің өзінде де қаншама рет ішіп келіп, үнемі жанжал шығаратынын қалай ұмытсын. Өзін қойш, Мараттың жағдайы қиын болып барады. Ажарды қинайтын осы. Әлденеге сүрініп кеткен Ажар ұшып түсті. Қар астынан әлдеқандай матаның бір ұшын жалпылдап жатқанын көреді. Әлгіні жұлып қалғанда інісінің денесі сопаң етіп шыға келді. Бүкшіген күйінде қатып қалыпты. Қорыққаннан алғашқыда айғайлап жіберді де, енді бірде буындары дірілдеп, не істерін білмеді. Марат, көзіңді ашшы, қорқытпашы. Ажар інісінің қолдарын уқалап, оның екі бетін ысқылай берді. Бірақ інісінің бауырына жиып алған аяқ қолдары жазылар емес. Орнынан қимылдатуға шамасы келмеген соң, үстіндегі киімдерін шешіп алып, інісін орай берді. Жалғыз көйлегімен қалған қыз бетін жуып, бауырын құшақтаған күйі, жылаудан басқа қолына ештеңе келер емес. Ары-бері жүгіріп әбден терлеген қыз денесін бірден тер қатты. Өксігін баса алмай жылаған қыз біраздан соң сұлқ қалды. Орнынан тұруды ойлар емес. Осы кезде әлдененің өкпесіне кірш қадалғанын қайқаң ете қалған қыз, бұл не дегенше тағы бір соғып алғандай болды. Екі өкпесі қысылып, тынысы тарылып барады. Басы мең-зең, жүрегі төмен тартып, шыңырауға құлап барады. Бірақ түпсіз бір дүние, манадан бері шаршағанның бәрі басылып, тек өкпесі қысылып демалу барған сайын қиындай түсуде. Көкірегінен барынша сығып, қозғалуына мүмкіндік берер емес. Біртіндеп есінен тана бастады. Қанша жатқаны белгісіз, есін жиып бар күшін салып орнынан тұруға әрекет жасап көріп еді, шамасы келмеді. Демі бітіп, інісінің үстіне құлап түсті. Тағы бірде басын көтергенде, мұнартқан даладан басқа ештеңені көрмеді. Алайда өзінің далада жатқанын, онда боран соғып тұрғанын, тіпті екі қолын тіреп тұрғанын, інісінің денесі екенін білген жоқ. Мүлгіген тыныштықта жаны жай тауып бара жатқандай. Манаға ауырсынғанның бәрі басылған, тек аспанда қалықтап ұшып бара жатқан сияқты. Я, аспанда самға ұшып барады. Айға қарай ұшып бара ма, әлде жұлдыздарға қарай ма, ол жағы өзіне де беймәлім. Айналасы қалың бұлт қоршаған ақ мамық. Сол ақ мамық үстінде барады, қалықтап барады. Алыстан көйлегі желбіреп тұрған біреуді көрді. Жақындап келеді. Әлгінің қасына таяп қалды. Кім екенін біле алар емес. Қарсысындағы ақ мамықтарды жайлап басып, бұған қарай тіке қарап келе жатқан. Тани кетті. Неге танымасын? Анасы Үрзия ғой. Анасына қарай жүгіре жөнелді. Жүгіріп келеді. Қасында ғана тұрған анасына жете алар емес, бірақ анасы да екі қолын созып шақырғандай болды.
Тоқта, сен Астанаға баруың керек деген сөзді анық естігендей. Бұл кім болды екен деп арқасына қарайын деген еді, қарай алмады. Аяғының астындағы ақ бұлттар еріксіз алға қарай жылжытып әкетіп барады. Астанада бұған не бар? Деді дөрекі бір дауыс. Ол әкесінің даусы екенін кейін барып таныды. Қасындағы түсі келіспеген серігі екеуінің іздеп жүргенін енді білген ол шешесіне қарай жүгіре түсті. Кішкентайларым-ау, неге асықтыңдар соншама? Деді анасы. Мен кішкентай емеспін ғой, жақында 12-ге толдым. Ер жетіп қалыпсың ғой құлыным. Әкең ренжітті ғой тағы. Шыдағандарыңда болар еді. Ініңді іздеп әбден шаршадың ба? Ол болса бағана ақ келіп қалған маған. Ажар анасының арқасында жасырынып тұрған інісін көрді. Ашу үстінде шығып кетіп дұрыс жасамадыңдар, деді тағы да шешесі. Мейлі, келші бері. Сені де қанатымның астына алайын. Енді әкең ренжіте алмайды. Анасына қарай қолын соза берген қыздың бейкүнә жүрегі соңғы рет löp етіп соғып, мәңгілік тыныштыққа кетті. Табиғат бораны да, маскүнем әкенің мейірімсіз дүлейі де әсер етпейді енді оларға. Құрметті тыңдарман, осындай әсерлі әңгімелердің тағы да бірнешеуі жалғасын десеңіз, қызықты әңгімелерді тыңдағыңыз келсе, каналыма жазылып, лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытып кетпеңіз.